Әйеліңіз оқитын болса, балалар да оқиды. Әйеліңіз оқымаса, балалар да оқымайды. Балаларыңызда не көргенін қалайтын болсаңыз, әйеліңізге дәл соның барлығын беруіңіз керек. Сонда ол балаларыңызда да болады. Мысалы, енді өмірдегі бұл ащы шындық, егерде анасы оқыған, өзі қызыққан болатын болса, балаларына соны қалап тұрады. Өзіне қалаған нәрсесін баласына қалайды. Егер ата-анасы оқымаған болса, баласына да оқы деп айтпайды ол. Өзі қаламай тұрса, өзі істемесе, былайша айтқан кезде, сіздің әйеліңіз егерде ақылды болатын болса, балалардың да ақылды болған қалайды. Дәрігер болса, дәрігер болған қалайды деген секілді, оның бір өмірдің заңдылығы бар. Сол себептен балаңыздың барып, балам оқы, сабақ оқы деген секілді ер адамның балаларына айтқан мәселесінен гөрі, әйеліне қарай более, қалай айтам, мотивация бересіздер ме, әйеліңізді күштің барлығын, мүмкіншіліктің барлығын әйеліңізге ұсынатын болсаңыз, балаларыңыз да өте үлкен қуаныш пен мүмкіншілікпен өседі деп ойлаймын.